Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін обедті істеп жүріп, кухнямды тазалауға кірістім. Етімді қазанға салып қойып, лапша қайнатайын деп шештім. Осылай ет қайнағаннан кейін сәбізін жуасын турап салып, әрі қарай дальше істемек кірістім. Біраздан бері кухняны тазалап алу маған бір кәдімгідей жұмыс болып жүргендігін көрген сайын жыным ұстап, сол кухняны тазалауға кірістім. Ыдыстарымды алып, мына жерде бала шағам бәрі жағаласып жүр ғой маған. Осылай бәрін шығардым. Іші деген бағып кеткен салфетка, малфетка бәрін шығарып, мына жерде бәрі маған жағаласып жүр. Аяғымның астында, кішкентайымда, барлығы демалыста үйде рахат шырағым жанып жатыр. Мына жерде неше түрлі тірлік істеп тастапты ғой менің балдарым деген. Осылай тазалап алдым обедке дейін. Онда да жартысын ғана тазалап үлгірдім. Үстін ито астын жартысын ғана тазаладым. Ертең тағы да жалғастыратын боламын. Ертең барлығын сабаққа жіберіп, садикке жіберіп, өзім 2 баламен қалып істейтін боламын. Осы бәрін сүртіп болғаннан кейін орындарына жайғастырдым. Балдардың уже осы су ішетін бутылкалары жазда қырғынмен алып едік, қазір қалды, жан жақта жатыр. Ертең бір не қандай керек болады деп алып қойдым. Өзім тұмауратып бітіп жүрсем де, амал жоқ, бір демалысында осылай тазалап алайын деп шештім. Мына жердің іші де бағып кеткен ғой, барлығы араласып кеткен. Фери, сабын, пәрнек бәрі бір жерде тұр ғой. Осылай бәрін жуып тазалап, орындарына жайғастырдым. Балалар уже обедтің уақыты болып қалды. Тамақтарын тездетіп пісіріп беруім керек, сосын суға түсіруім керек. Барлығым маған жағаласып жүр ғой. Мынау не, анау не, мама мынаны маған бер. Ұлымның ұшын пұты түсіп жүр. Оны көтеруге де уақыт жоқ, пұтына памперс кигізіп, пұтына ауыстырайын деп кетіп қалдым. Осы жерде ана жердің барлығы, стеклянный ыдыстардың барлығы тұрған. Соның бәрін шығарып, ол жерде де тазалауға көштім. Мына жерде барлығы мен түсіп кеткенімді пайдаланып, бәрі сол ішіне шығып көріп жатыр ғой, жағаласып мағанша. Мына жерде не айтатынды да білмейді екенсің, өзің істеп жатқан тірлігіңе қарап. Осылай барлығын тазалап шығарып алып алдым. Көпіршітіп жудым феримен, барлығын жуып алдым. Мына жаздың күні деппін ғой, кеше соңғы шығындар барлығын атышып тастаған ғой сыртына. Соны көріп нервім ұстап жуғым кеп ерініп, өзім ауырып жүредім. Соны кеше бүгін сол жууға кірістім ғой. Бітірейінші жалқаудың ертең өтпес деп, күнде ертең демей бүгін істеуге шештім. Ито оны да жартысын ғана істедім. Уже обедтің уақыты болды. Обед жаюым керек қамырын деп. Жартысын ғана жудым, тазаладым. Осылай келесі неге көштік. Ол жерде алдына туған күннен қалған дәндер бәрі толып қалған, қант, шай, той табақта, неде бір нәрседен бесіктен келген кішкентай шайлар бәрі керек еместерін бәрін лақтырып құрттым. Біз көбінесе қазалы кәмпитпен шай ішеміз. Қазалы кәмпитімізді бәрін тыққан-пыққанда сол шкафта, сол есікте тұрады, тыққан-пыққан тәттілеріміз. Керек еместерін құртып, сорттап, қайтадан орнына жайғастырдым. Дәндерді сорттап тастадым. Кішкентай ұлым ананы астына мәртебе ғой. Ана жасыл күленкі не деп ойласаңыздар, ана есігін кіттай балдар ашпас үшін байлап тастағанбыз ғой. Соның өзі ананы ашып алып, ішін ақтарып жатыр ғой. Сосын жаңада байлап тастағанбыз. Қайта жағаласып, мені аналарға алып кетсе бой байлайым. Олар да өздерінің ойыны өздеріне қызық болып жүр. Осылай келесі шкафқа тазаладым. Осылай ішін ласып кеткен ғой. Алдында тепатерім жайып қойғам. Тепатерім бәрін алып тастадым. Негізі ол тепатерімнің еще қызыл бояулар түсіп қапты ғой, астына жабыстырған. Соның бәрін қырғышпен қырып кеткенше істедім. Енді жоқ, баламда ұйқысы кеп, мазасы қашып, мені аяма оратылып жылап тұр ғой. Балама қазір тұра тұр 5-10 минут шыдай тұр деп апыр-топыр істедім ғой. Айта лапшаның кеше дайындап қойған
қамыры бар тұғын, сол жақсы болды. Соны сосын осындай тірлік кухняны тазалайтын болғаннан кейін ет қайната салып лапша істей салдым обедке. Қыздарымды мама анау не, мама мынау не салатын бәрін сұрап, мына жерде қызым ішін бәрін ашып тұр екен ғой. Балам аяғыма оратылып жүр ғой. Ананы ақтарады, ана ішінде күрішті ақтарып жатыр ғой. Ана жерде қызым аяғымен теуіп жауып тұрған, ана шкафты ше. Оның не деп оған бір көзімді алартып қарап қойдым. Бәрі аяғымның астында жүр ғой. Негізі кейбір келіншектер түсінбеймін. Бір баламен анаған үлгере алмадым, мынаған үлгере алмадым. Құдайға шүкір, біздің үйде 8 бала. Бәріне үлгереміз, бірақ сонда арасында азынан кешке дейін істедім дегендей әңгімелер кетеді. Негізі әйел адамның үйдегі тірлігі көзге көрінбейді ғой. Осылай екінші неге полкіге көштім, шкафтарға. Ол жерде тепа-теңді аяма жабыстырып тастағанмын ғой. Андай бояу шығатынын білмеген, бояу шығатынын білгенде жабыстырмайтын едім. Сөйтіп оларды алып тазаладым. Ол жерде бұрыш, ана мынау шай, көк шай тұратын жерлер. Негізі ана кухняның мен үстіне самоключи обой жабыстырғанмын ғой. Сөйтсем ол астына су кірген кезде ылғалданып, біраздан кейін 2-3 айдан кейін алғанмын. Кеше алсам астына дейін иіс шығып сөйтіп кетіпті. Негізі сіздерге жабыстырмауға ондай самоключи обойды кеңес беремін. Негізі ол столешняға жабыстырудың қажеті жоқ екен. Астына су кіріп кетсе көгеріп иісі жаман болып кетпей қалады. Мына жерде баламның көтені мұздап қалмасын деп оның көтеніне шалбар кигізіп, памперс кигізіп үлгеріп жатырмын ғой. Әйел 40 жанды деген ауырсақта жүре береміз осылай. Мыналарда ит қойған жерге көштеп мәмен жағаласып ойнап, бұларда аяғымның астында. Ақырсында белім ауырып кетіп, тараса тамақтың несін қарап қойып жатырмын ғой. Осылай астарын, сырттарын бір-бір сүртіп алдым. Іштерін алдында жинап алғанбыз. Осылай сырттан бір-бір сүртіп шығайын деп бір-бір сүртіп шықтым. Енді үйде күтте бала көп болғаннан кейін сырты ғой обычно бөлінетін. Сыртты ұстайды, су тамызады, не қылады. Соның бәрін жоқтап алдым. Негізі бір рахаттанып қалдым. Енді анау келесі ертең тартпалардың ішін бәрін жинау керек болып тұр. Жақыласып жүр. Мен дарынды ал деп жатырмын. Қазір төгет деп айтқанымша болған жоқ. Сол жерде аймандай қылып қарап отырмай су төктік қой. Мына жерде уже су төгіп үлгірді ғой. Мен айқайлап өліп жатырмын қыздарыма. Тез сүртіп алдым. Қой болды дедім да. Осы мен тамама кірісейін деп обедте лапшаны тез қамырын жайдым. Бұл жерде де маған жағаласып жүр ғой. Қамыр бер дейді, анау бер дейді, біреу су деді. Әйтеуір өйтіп бүйтіп қамырымды жайып, кесіп, арасында мамана медік ма деп киімдерін әкеп көрсетіп қояды. Жайып, кесіп, лапшаның қамырын салып, сөйткенше болған жоқ. Уже атам мен енелерім де келіп, обедімізді, балдардың обедтерін беріп ішіп алдық. Постоянно біз осылай қандай жағдай болса да қолмен илеп, қолмен жайып сөйтеміз. Біздің үйдегілер лапша жайма дегенді мүлдем ұнатпайды. Той болса да 8-10 күнше қамыр жаямыз. Осылай уже мына жерде кешкі 5-тің шайын беріп тез жинап алдым. Соның арасында қайным келіп, қайнының жеңгесімен әзілдесіп ойнайды ғой. Сөйтіп ойнап амандасып кетті. Тез ыдыстарын жуып, уже кешкі асқа кірістік. Осылай уже обед, түс, кеш деп жүргенде уже кешті қалай батқанын білмей, уже кешкі ужин істеуге кірістім. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Қарапайым қазақтың